Айсұлтан араға от салынды. Айсұлтан әлеуметтік желідегі парақшасында Мөлдір жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Тіпті Мөлдірмен не себепті екі жаққа бөліп кеткені жайлы жасырмай жайып салды. Айсұлтан енді бірде бір фан парақшаға жауап бермеймін. Ренжісеңіздер де осы. Қасықтап жинағанды шелектеп төгесіздер ғой. Араға от салынды. Қолдарыңыздан келді, құттықтаймын. Деп Мөлдірмен ара қатынасына от салынғаны жайлы сторис арқылы жариялады. Айс сонымен қатар Мөлдірмен екі бөліп кеткені жайлы жазды. Қолдаушыларға айтарым, қолдайсыздар ма бірдей қолдаңыздар. Мөлдірге барасыздар да мені жамандайсыздар. Маған келесіздер да Мөлдірді жамандайсыздар. Осыма қолдауларыңыз. Бұндай қолдау керек емес. Араға от салып отырасыздар үнемі. Ал не шықты? Екі бөлек кеткенше осылай істедіңіздер ма енді? Маған бұйрық бермеңіздер. Арамыздағы нәрсені өзіміз шешеміз. Дым араласпаңыздар. Деп ашуға булықты Айсұлтан Айс Мөлдірмен арақатынас тоқтағанына қолдаушыларды кінәлады. Еске салайық, мисс Мөлдір қызымыз күтпеген жерден қосылайық жобасынан кеткен болатын. Жобадан кеткен Мөлдір де Айсұлтанмен кездесуін тоқтатқан. Айсұлтанға қатысты сұрақтарға жауап бермеді. Айсұлтан әлеуметтік желі арқылы Мөлдірмен қарым-қатынасының жақсы емес екенін, тіпті екі жаққа кеткенін айтты. Айсұлтан атышулы мәлімдемесінен кейін Мөлдір жайлы жазған стористерін өшіріп тастады. Бірақ Айсұлтан Мөлдір жайлы тағы да үмітке сенім бер деп пост жариялады. Желі қолданушылары жарыса жазды. Жігіт сүйсе алады, қыз сүйсе қалады дейді. Айсұлтан Мөлдірді қайтаршы кейін басқа біреу алып кетсе өкінесің ғой. Достар, неге күйіп пісеміз? Білгенін істесін. Бәріміз отписка жасайық болды. Негізі бұлар халықты пайдаланып білгендерін жасады. Еші сұраққа жауапта бермейді. Қосылайықтың арқасында бәрі дейді. Қосылайықты көретін кім? Халық емес пе? Сендерді өсіретінде халық екенін ұмытпаңдар. Өз махаббатыңыз үшін күресіңіз. Мөлдір қанша жоқ десе де қадам жасай беріңіз, түбінде сіздікі болады. Деп жазды көрермендер. Айсұлтан мен Мөлдір қайта қосыла ма жоқ па әзірге белгісіз.